Бірде анасын арқалап алып бір кісі қақпаны 7 айналып келіп пайғамбарымызға келіп сұраған екен: ей Алланың елшісі, мен анамды арқалап қажылық жасадым, қарына қақпаны тәуіп еттім 7 рет, мен оны ақ сүтін ақтадым ба деп. Сонда пайғамбарымыз айтқан екен: сен анаңның сені құрсағында көтергендегі бір толғағын ғана көтердің деген екен. Анаға деген қызмет ол тек қана материалдық тұрғыда өлшенбейді екен. Мына Өзбекстан жерінде Файзолла Қари деген бір үлкен ғұлама өмір сүрген екен. Бір күні көлік сатып алып үйіне келсе, есігінің алдында 80-90-ға келген атасы бар екен. Атасы айтады екен: балам, көлігің құтты болсын, анда көлігіңе мінгізіп мені үйге апарып тасташы. Өзі үйінде тұр, бірақ үйге апарып таста деп айтады. Сонда баласы не дейді? Ата, отырыңыз деп көлікке отырғызып, көшені бір айналып қайтып үйіне келіп, ата, үйге келдік, кіріңіз дейді екен. Келесі күні жұмыстан келсе, әлгі атасы тағы да күндегі әдетімен күн шуақтап отырып: ай балам, мені үйге апарып таста дейді екен. Ал жаңағы Файзолла болса не дейді? Ата, отырыңыз деп тағы бір айналып келеді. Оның орнында қазіргі жастар біз болса Құдай сақтасын, ата, алжыдың ба үйге кірсін деп айтамыз мысалға. Ал ол олай деген жоқ. Көлігіне мінгізіп алып бір айналып келіп, ата, үйге келдік, кіріңіз дейді екен. Бір күні көлігін сатып жіберіп, шарасыздан ишарасыз үйіне келе жатса, атасы алдынан шығып: балам, мені үйге апарып тасташы деп айтады екен тағы да. Сонда бала не дейді? Қазір әкешім сарайдан бір тачкасын алып шығып, үстіне жастық көрпесін төсеп отырғызып, көшені бір айналып келіп: әке, үйге келдік, кіріңіз дейді екен. Сонда әлгі үлкен ақсақал әкесі батасын берген екен: балам, қолың жай, мен саған батамды берейін. Бүкіл әлемнің патшасы сенің артыңнан ерсін, әумин деген екен. Сонда әлгі Файзолла Қари ойлайды екен: менің атам шынымен де алжыған екен. Патша қайда, мен қайда деп. Бірақ күндердің күнінде Ташкентте үлкен ұлы саммит болады. Астанада болды ғой, 99-2000 жылдары Ташкент қаласында болған екен. Сонда Қазақстанның президенті бар, Түркия, бүкіл мұсылман елдерінің президенттері бас қосып, сол кездегі Өзбекстанның президенті Ислам Кәрім әлгі Файзолла Қариді шақырып алып айтады екен: ертең бізге бауырлас елдердің басшылары келе жатыр. Анау үлкен Бұхари деген әулие бар, соның басына барамыз деп отыр, сен бізге Құран оқып бер деп. Ертесіне жаңа Файзолла Қари келген кезде Өзбекстанның президенті айтқан екен: ай Файзолла, сен баста, біз сенің артыңнан жүрейік деп. Сонда алдыға 2-3 қадам жасаған Файзолла Қари артына қараса, дүнияның 4 бұрышын тіреген 20-30 президент артында еріп келе жатыр екен. Сонда отыра қалып еңкілдеп жылаған екен. Ол жердегілер ешкім түсінбейді. Неге жыладың десе, менің әкемнің батасы есіме түсті деген екен. Кезінде әкем маған бүкіл әлемнің патшасы соңынан ерсін дегенде мен сенбеп едім. Міне әкем әулие екен ғой деген екен. Мен мұнымен не айтқым келді? Ата ана баласына шынайы тілек тілесе, балам бақытты бол десе, балам ғұмырлы бол десе, ол болады. Өйткені Алланың ашуы ата ананың ашуында, Алланың разылығы ата ананың разылығында деген екен. Ата ана разы болмаса, біз қанша намаз оқысақ та, қанша ораза ұстасақ та, қанша мектеп, медресе, мешіт салсақ та, оның бәрі көк тиын екен. Анаға керегі ол ықылас екен. Анаға керегі ол мейірім. Өйткені біздің шариғатымызда Құранда айтады Алланың өзі: адамдар қартайған сайын әуелгі шаққа оралады деп. Ендеше адам қартайған сайын бала сияқты болады екен. Ендеше осындай қарияларымыз аман болсын, аршалықта аналарымыз аман болсын. Сіздерге Алла Тағала салихалы, иманды, инабатты перзент сүюді нәсіп етсін. Мынау 10 бала бір ананы баға алмауы мүмкін, бірақ бір ана 10 баланы бағады деген қазақта керемет ұлағатты сөз бар. Ендеше Қасымжан ана, сіз бақыттысыз. Міне, ұл қыздарыңыз, немерелеріңіз сіздің құрметіңізге керемет той жасап жатыр. Жаңа сөзімді қорытындылай келе айтатын болсам, ата анаға сенің балаң жақсы деген сөзден артық мадақ керек емес екен. Өйткені баласы жаманды түйенің үстіне ит қабады деген халықпыз ғой. Міне осындай жақсы балалардың анасы болып, жақсы ғұмыр кеше беріңіз. Енді мен бүгінгі тойға бір рәсім кіргізгім келіп отыр. Апа, отырыңызшы. Пайғамбарымыз айтқан екен: жәннаттың кілті ананың табанының астында дейді.
Қазір мен ана туралы бір әнді арнайын. Міне, сіздің үлкен ұлыңыз бастаған, қыздарыңыз қостаған, кенже балаларыңыз бар. Балалар ұл қыздары келіп, әжеміздің келіп, мінекей, тізесінен өбіп, маңдайынан иіскеп, шынайы батасын алсаңыздар, мен өлеңімді жалғастырып айта берейін. Әжеміз бір марқайып өсіп қалсын. Бұл тек қана осы тойда көрінеді көрініс емес, әрдайым, әр күніңізді осындай шаттыққа толы болсын. Ал ол қыздарға келіп, әжеме тағзым етіңіздер. Тағзым етіп тұрағанымыздар үшін свет жағамыз. Қолымде аймалаған өзіңдей абзалама қайдамаған дүние аналармен көрікті ғой анасыз бұлбұл құстар сайрамаған көзіңде түн батқан жанымды мен батқан аялап баласын мәпелеп өсірген маңналға санашын аялап баласын мәпелеп өсірген маңналға санашын анасын керек емес талақтамаған ана sütün ақтамаған перзент бол жерлетінде жүрмесінде анаға махаббатын сақтамаған көзіңде түн батқан жанымды мен батқан ұялап баласын мәпелеп өсірген маңналға санашын аялап баласын мәпелеп өсірген маңналға санашын көзіңде түн батқан жанымды мен батқан аялап баласын мәпелеп өсірген маңналға санашын аялап баласын мәпелеп өсірген маңналға санашын Бәрекелді.
Mine